Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Блиц ойнаймыз. 3+2 кеттік. Мына жерден танымаймыз екеумізді бір-бірімізді. Сондықтан қарсыласты тексеріп ойнап көретін боламыз. Кеттік. D4 ойнап жатыр. Давайте атты шығарайық. Бұл жерде максималды ойынмен бөлісуге тырысамын. G6 ойнайық. Слонды шығарайық. Рокировка жасайық. Алтын ереже бойынша ертерек рокировка жасаймыз. Давайте екінші слонды шығарып көрейік. Фианкета жасап. Қызық болсын. Пока енді центрді беріп жатыр қарсыласқа. Барлығы уақытша. Сондықтан давайте пешкін алдыға ойнайық. D5 ойнайық. Так. E6 ойнайық. Атты шығарайық. Енді C5 пен қазір бұзатын боламыз. Так, ортаны беруге болмайды. Міндетті түрде алу керек. Так, бұл жерде де алу керек. Бұл жерде де алу керек. Так, енді C5 пен бұзайық ортаны. Ұзын қара слонға мүмкіндікті ашайық. Так, алып алдық. Керемет болып жатыр. Так. Бізге не істеу керек? Ортаға таласамыз ба? Или ортаны алам дейді маған. Аламын дейді. Так, полный размен болса, линияны алып алам дейді. Енді не шығарсам тоже болмайды. Не жерге ойнасам, қалай болады екен? Ферзь D5-ке ойнасам, ферзь D4-ке ойнасам, мына жақтан кіріп кетсем сосын. Линияны алып аламын дейді маған. Бермеймін дейді. Давайте ферзь D3 ойнайық. Размен бізге жақсы. Ал егер размен жасамайым десе, өзі білет. Біз қазір енді так, ладьяны қойды, мен де солай ойлағанмын. Жарайды, ферзді E4-ке қояйық. Слонына шабуыл жасайық. Қарсыласымыз өте талантты ойнауда. Мүмкіндіктің барлығын жақсы пайдалануда. Сондықтан давайте H6 ойнайық. Форточка жасап қояйық. Пока ешқандай қауіп жоқ. Размен жасаса, бізде жасауға дайынбыз. Біздің қара слон мықты. Защита жағынан да, үлкен диагональ жағынан да. Бірақ енді оның мықтылығын әзір көрінбейді. Алдағы уақытта көретін боламыз пайдасын. Так, бұл енді орталық открытый линияны беріп қойдым. D әрпі бойынша, D вертикалі бойынша көріп отырсыздар. Сондай минусым бар менің. Бірақ қалған жағдайда айтарлықтай жаман емес сияқты. Айтарлықтай жаман емес сияқты. Так, линияны екінші ладьямды шақырамын дейді. Бір ладьяны айырбастап аламыз ба? Әйтпесе қиын болып кете ма? Или атты шығараймыз ба? Қалай болады екен? Так, может быть, давайте корольді бірлет былай жүріп қояйық. Жарайды, линияны алса ала берсін. Так, алмайым дейді линияны. Сол себептен давайте открытый линияға таласайық. Так, жибасақ та болады, или слонмен қорғасақ та болады. Бұлай да болады. Пока ешқандай қауіп жоқ бізге. Сол себептен слонды қойдым. Давайте полный разменге барайық, бізге жақсы. Алдын ала басып қойдым. Слонмен жеп атса. Так, енді настоящий эндшпиль болды. Қарсыласымыз мықты екен. Көріп отырсыздар. Настоящий эндшпиль болып жатыр. Жерде енді ойланып ойнау керек. Жерде бір ғана дұрыс емес жүріс жеңіліске алып келуі мүмкін. Сол себептен жерде асықпай ойланып ойнаймыз. Так. Давайте енді слонды қайтадан орға алып келейік орнымызға. Пешкісі әлсізденді. Сол себептен шабуыл жасаймыз. Так. Қарсыласымыз өте мықты. Так, шах берсек пайда бар ма деген сұрақ туындайды. Давайте ферзді разменге қояйық. Размен біз үшін тиімді. Біз үшін тиімді. Енді анау А2-дегі пешкісіне шабуылды ұйымдастыратын боламыз мүмкіндігінше. Так, ол корольді алып келетін мүмкін қазір центрге қарай. Бізде қандай мүмкіндік бар? Саламет қандай болып жатыр? Давайте пока шабуыл жасап көрейік. Пескілерінен әлсіздікті байқап көрейік.
Қалай ойнайды екен? Так, дұрыс ойнап жатыр. Дұрыс ойнап жатыр. Так, менде не бар? Менде еш нәрсе жоқ пока. Бұлаяқпен барсам, тоже қашып кетейін деп тұр. Корольді бір нәрсеге апару керек маған, достар. Так, мына жердегін тоже давай G5 ойнайық. Корольді енді ортамен алып барамыз тездетіп, активность короля жасау керек. Давайте мен де алдыға қарай жай жақындай берейін. Қарсыласымыз өте мықты сияқты. Так, шах арқылы дәрет жақындатайық, алдыға максималды жақындатайық. Размен дейді, маған айтады, размен жасайық дейді. Ну, жасасақ жасайық. Атпен қайтуға тура кеп тұр. Так. Оңай емес. Өте мықты ойын болып жатыр. Екі жақта максималды қолданып жатырық уақытымызда. Так, ол жақта мынада бір пешкі. Жарайды, пешкін алдыға жүрейік. Енді маған проходнойымды пайдалану керек. Мен блокировать етіп тастасам қалай болады екен? А4, А5 ойнасам. Или мүмкіндікті берейін ба F5 ойнауға? Давайте А5 ойнап көрейік, қызық болсын. Так, атты ортаңа алып келем дейді. Жарайды, алып келсе алып келе берсін. F5 ойнайтын боламыз. Бізде бұзамыз, жақсылап тұрып. Так, енді мүмкіндікті қалай пайдаланамыз деген сұрақ туындайды. Так, пока мүмкіндік бермесек бола ма? Давайте пока атпен кірейік, әдемі жүріс. Так, енді F5 ойнайық. F5 ойнайық. Енді жемесе өзі біледі. Так, өте қызық болып жатыр. Жесек те болады, жемесек те болады. Шах, бірнесе шах берсемше. Или тұрайын ба. Так, ода да жүрістер жоқ, ондай көп жүрістер жоқ. Атпен жүре алмайды. Так, сол себептен маған да бірнеше жасау керек сияқты. Уақытым кетіп жатыр. Корольді былай алып келсемше. Ой, дұрыс па, дұрыс емес па? Так, корольді активность дейді. Так, мына жаққа қарай барсам, корольмен кіріп, оннан алып алады. Одан кейін маған шабуыл жасайтын болады. Так, болмайды. Қайтадан корольмен тексеріп көрейік. Так, что-то қиын болайын деді. Былай ойнауым керек пе еді, перевод жасап онда. Так, мүмкіндік берген сияқты. Шах, әдемі мүмкіндік пайда болды бізде. Шах арқылы қазір мына жаққа баратын боламыз. Міне қарсыласымыз қателесті. 3+2 деген ойын ойнап жатырмын. Сондықтан жүрде маған уақыт қосылады жылдам ойнайтын болсам. Так, жарайды, алайық. Тағы да алып алайық. Так, шах берейік, давайте. Так, корольді алдыға қарай жүрейік. Пешкімен бұзайық. Так, шах. Так, бермейміз мүмкіндікті пешкін алдыға жүруге. Так, тіпті жақсы. Так, өте қу ойнауда қарсыласымыз. Жарайды, бізде атты шығарайық. Енді оның аты байланып тұр әзірге. Қандай бізде мүмкіндік бар? Жарайды, атты алып келейік. Өте әдемі жүріс. Бір ничья болып кететін сияқты, ничья болып кететін сияқты. Енді мен қазір атын жеу мүмкінмін оның. Так, атты жей бер дейді маған. Так, ладно, ортаға алып келейік. Енді атын жей алам мен қазір, қате жіберсе. Қателесті, атын жей алам. Оның пешкісін мен тоқтата алам. Оның пешкісін мен әдемі тоқтата алам. Так. Так, міне осылай болды, әдемі болды менің атым.
ода цик-цуаң болады қазір. Міне әдемі ойын болды, көріп отырсыздар. Өрескел қателік жіберіп қойды асыққан кезде. Біз соны жақсылап пайдаландық. Енді менің атым жеймін дегенше мен жақсылап тұрып ферзьге шығып алатын боламын. Сдался соперник. Міне, ұнаса лайк басып тіркелеміз каналға. Рахмет баршаларыңыз.